Баршаңа сәлем, назарларыңызға Ной атты фильмнің шолуын ұсынбақшымыз. Бүгінгі фильмде болатын оқиғаға жай фильм ретінде қарауларыңызды сұраймыз. Фильм өз бастауын Ной атты біздің басты кейіпкер балаға әкесінің өсиетін айтуымен басталады. Ной мен жалпы оның отбасы, ата-бабасы келе жатқан сыйлы адамдар. Олар жаратушы деп танитын Құдайдың жолымен жүретін әулет. Әкесі ересек жасқа тақаған баласы Нойға өзінің ақылын айтып, атадан балаға мирас болып келе жатқан жылан қабығын ұсынғалы жатқанда, сырт жақтан адамдар келеді. Әкесі Нойды тығып, қару асынған адамдарды күтіп алды. Түсіндіре кетсек, бұл заманда адамдар рухани азып, жаратушының жолымен жүрмей кеткен еді. Тек Нойдың әулеті ғана бұрынғы әдеттен жаңылмай, өз ұстанымдарында қалған. Сауытты адамдар келгенде, олар қасиетті деп саналатын аумаққа қазба жұмыстарын жүргізетіндіктерін айтады да, Нойдың әкесін өлтіріп тастайды. Ной бала келесі құрбан атанбас үшін қашып кетті. Ал адамдар ашкөздікпен жерді иелене бастады. Арада біраз жылдар өтіп, Ной ересек адамға айналып, өз отбасын құрды. Ол ата-баба жолынан таймай, Құдайдың жолымен жүрген еді. Ал адамдар болса, бұзылған үстіне бұзылып, көздері тек дүниені көретін болды. Тауда балалармен жүрген Ной аңшылардың Османға келе жатқанын байқап, балаларын жасырды да өзі жануарларды қорғауға кетті. Сол сәттерде Ной қарулы аңшылармен кездесіп қалды. Мұндай сәтте өмір сүру үшін өлтіру керек. Аңшылармен болған айқаста Ной аман қалды. Кейін отбасымен де аман-есен қауышты. Ной адамзаттың тағдырына алаңдайды. Түнімен осыны ойлап ұйқыға әзер жатты. Ной түсінде шатырына шыққанда өте сұмдық көрініске тап болды. Оның көз алдында бүкіл халық суға батып, жер жүзі құрдымға кетіп бара жатты. Ұйқыдан шошып оянған Ной болашақты көргенде әсер алды. Ойын сараптай келе Құдайдың жер шарына су тасқынын жасайтынын түсінеді. Құдайдан қандай да бір белгі келгенін түсінген Ной әрекетсіз қалмау керектігін түсінді де, отбасымен бірге сапарлап өзінің атасына бару керек деп түсінді. Сапар өте қауіпті еді. Жолай адамдар кездессе, бұларға шабуылдаудан тайынбайтын. Өйткені адам көзі дүниеге қызығып, кей адамдар қатты бай, ал қара халық кедейлікке ұшыраған еді. Соның салдарынан адамдар тамақ үшін, зат үшін бірін-бірін өлтіруден тайынбайтын. Сапар кезінде Ной мен отбасы осындай бір қарақшылар шабуылына ұшыраған өлі адамдарға жолықты. Ной отбасын сол жолмен алып өтіп бара жатқанда, өлі адамдар арасынан жас қыздың аман екендігі белгілі болды. Оның есімі Ила. Ішінен жараланған қыздың Нойдың әйелі өзіне алып жарасын таңды. Сол уақытта арғы жота үстінен қаруларын асынған бір топ қарақшылар көрінді. Қаншерлер салған беттен Нойдың отбасына шабуылға көшті. Ал біздің кейіпкерлер қашу үстінде. Ақыр аяғында қара жол таусылып, бұл маңда қарға сатқан болып есептелетін жерге келді. Басқа амал жоқ болғандықтан Ной жанұясымен осы аймаққа кірді. Олардың атынан қуған 10 шақты қарақшыдан 2-3 ғана қууды тоқтатпады. Соңында 2 топ қарғы сатқан жердегі тас құбыжықтарына жолықты. Қарақшылар қашып кетсе, Ной отбасымен олардың құрсауына түсті. Кейіпкерлеріміз есін жиса, терең бір құздың арасында қалған екен. Ной өзінің отбасының аман-есен екендігін тексерген соң айналасына қарады. Тас жаратылыстар Нойды бұл жерден шығаруды қаламайды. Сонда Ной өзінің ата-бабасының кім екендігін айтып, өзінің мақсатын хабарлайды. Алайда тас жаратылыстар мұның сөзіне сенбеді. Тек біреуінен басқа. Кешкі уақытта Ной Иланың жанына келіп, оның ауырсынуын ұмытып, тез ұйықтап кету үшін бесік жырын айтып берді. Сол уақытта Нойға сенген тас жаратылыс Нойдың отбасын бұл жерден шығарып алады. Ендігі олардың топтарына тағы бір адам қосылды. Тас құбыжық әлемнің қалай пайда болғандығы жайлы әңгімесін бастап, алғашында оларда адамдармен бірге болғандықтарын, кейін адамдар қанағатсызданып, оларға қарсы соғыс ашқандығын айтады. Сол соғыста барлық адам тастарға қарсы шықты. Тек Нойдың арғы атасы ғана оларды қорғады. Осы шайқастан соң тастар адамзатқа өкпелі. Желі жердің маңайына жеткенде Ной өзінің жанына үлкен ұлы Симді алып, шатырға әйелін Иланы, Альфред пен Хам ұлын қалдырады. Тас жаратылыста оның отбасына қарайлап қалды. Тау басына жеткенде Ной өзінің атасымен жолықты. Сим немересін таныстырып, әрі қарай ортада әңгіме бастауын алды. Ной өзінің түсін айтып берді. Атасының айтуынша, адамзат толық жойылатын күнде олардың ажалы оттан болады дейді. Ал Ной түсінде су көрді. Ной сонда су жер жүзін тазалау үшін болғандығын түсінді. Ной түсінде кеме құру керектігін көрді. Таудан қайтқан соң отбасына осыны түсіндіріп, алдағы уақытта жер бетіндегі тіршілікті сақтау үшін кеме жасайтындықтарын айтады. Ной атасынан алған дәнекті жерге еккенде,
5 бөлікке бөлініп жерден бұлақ ағады. Соның арқасында осы маңай орманға айналды. Бұл орман Нойға кеме жасау үшін берілген еді. Нойдың шынымен де таңдаулы адам екендігін мойындаған басқа да тас құбыжықтар оның тобына қосылып, кеме жасауға көмектесетін болды. Арада жылдар өтіп, кеме бітірге таяды. Нойдың балалары да ересек шаққа жетті. Ила мен Сим бұл уақытта бірін-біріне атастырылған еді. Тек Хам өзінің жұбын күтіп жүр. Кеменің даярлығы жақындағанда әр құс түрінен 2 жұп кемеге ұшып келе бастады. Бұл дегеніміз топан суға уақыт таяп қалды. Ной және жанұясы құстарды орналастырып, оларды арнайы түтінмен ұйқыға жібереді. Бұл уақытта Хамның басты проблемасы қызға айналды. Ол әкесіне жеке келіп, қашан өзінің жұбын тауып беретіндігін жиі сұрай бастады. Сонда Ной Құдай өзі жолықтырады деп жылы жабушы еді. Кемеге тек құстар емес, бауырмен жорғалаушы жыланнан бастап құрт-құмырсқаға дейін келе бастады. Орманда жүрген Хам мен Альфред қарулы жасаққа тап болды. Бала Альфред қорқып қашып кетсе, Хам адамдармен сөйлесуге қызыққандай тұрып қалды. Бұл патша бастаған жасақ еді. Патша Хамды өзіне зымияндықпен тартып қаруын ұсынады. Кейін патша әскерімен кеме жасап жатқан Ной кездесті. Ной өзінің ұлын патшаның маңынан қашырып өз жағына өткізді. Патша салған жерде мына далада, тауда, орманда кемеде менікі дейді. Сонда Ной кеменің топан су босатын шақта қажет болатындығын жеткізді. Патша бұған күліп Нойға сенбейді, бірақ кемені өзіне алғысы келеді. Сонда Ной шаман келсе алып көр дегендей өзінің тас серіктестерін шақырды. Бұл шайқаста ұтылатындығын түсінген патша тас құбыжықтармен айқасудан бас тартып, келесі жолы 100 000 әскермен келіп, кемеңді тартып аламын дейді. Патша алда болатын шайқасқа дайындықты бастап кетті. Ила Нойға келіп өзінің мұңын шақты. Бала күнде алған іштегі жарақатынан соң қыз бала дүниеге әкелемайтын болып қалған еді. Сонда Ной қызды жұбатып, сен менің өз қызымдайсың деп көзіндегі жасын сүртті. Халық азған үстіне аза бастады. Адамдарды зат жасатып, күштілер әлсіздердің үстінен билік жүргізді. Мұның барлығын Ной адамдар ортасына жасырын барып көріп қайтты. Қайтып кемеге келсе өзіме қалыңдығы келеді деп Хам күтіп отыр екен. Алайда Нойдың қазір қыз іздейтін уақыты да жоқ. Мұны баласы түсінбей ренжіп қалды. Ной мен әйелі жеке сөйлесе бастады. Нойдың ұстанымы бойынша олар кемемен бүкіл жануарды аман алып, тазаланған жерге қайта шығарған соң өздері өлуге тиісті. Ной адамзат Құдайдың алдында кінәлі деп санайтын. Алайда әйелі біздің балаларымыз жақсы ғой, олар тірі қалса жаман болмайды. Сондықтан ұрпақ жалғастыратын әйел іздеу керекпіз дейді. Дегенмен қанша айтса да Ной көнбейді. Сондықтан әйелі Нойдың атасымен жолықты. Ол кісіге ұрпақ жалғастыратын қызымыз Ила жаралы деп өтініш білдіреді. Атасы да оның айтқанын түсініп, іштей ымдады. Ренжулі Хам адамдар тұратын маңға кетіп қалды. Өзіне лайық қыз деп жүріп, жас жігіт мәйіт толы орға түсіп кетеді. Бірақ оның жолы болып, ор ішінде қыз бар екен. Өзінің жақсы жігіт екенін көрсеткен Хам онымен тіл табысып кетті. Ила Хамды іздеп орманға кірді. Қыз бұл жолы Нойдың атасымен жолықты. Бұл кісі Иланы емдеуге келген екен. Қыздың ішінен ұстай берген еді, оның жарасы жазылып кетті. Ной кеменің жұмысын аяқтап біткенде жаңбырдың жауғанын байқайды. Топан су өз бастауын алуға жақын. Патша да мұны байқады. Ол топан судың орын алатынына сенді. Сондықтан әскері мен Нойдан кемені тартып алып, аман қалуды ойлайды. Шұңқырда қызымен отырған Хам кемеге оралу керектігін ұғып, қызымен бірге жүгіре жөнелді. Патша өз әскерін жинап, біз өмір сүруге лайықтымыз деген ұранмен қаруларын асынып кемеге жорыққа аттанды. Нойдың жанұясы толық кемеге жиналмады. Хам әлі келмеген. Әке жүрек баланы уайымдап орманға жүгірді. Баласын қызбен бірге тапқанда қыздың аяғы қақпанға түсіп қалған еді. Хам қызды тастағысы келмейді, алайда оларды өкшелей жаудың әскері келе жатыр. Ной ұлын күштеп алып кетті, ал қыз қала берді. Тас құбыжықтар жауға қарсы шеп құрып, оларды өткізбеуде. Хам мен Ной шептен аман-есен өтіп кемеге оралды. Хамның жүрегі жаралы. Ной отбасын кеме ішіне кіргізіп, Сидқа аманаттап, өзі кемені қорғауға кірісті. Шеп құрған тас құбыжықтар адамдардың атқан жарғыштарынан кезек-кезек өліп кетіп жатты. Ной кеменің аузын күзетіп, жақындағандарды өлтіріп тұрды. Бұл уақытта топан су күшіне еніп, таумен бірдей толқындар жайыла бастады. Алып толқын келіп, шайқас болып жатқан жерге жайылғанда, кемеге үлкен соққы тиді. Ной сыртта қалғанда арқанға жармасып жан сақтады.
Қалған адамдар судан зардап шегуде. Тек патша ғана Нойдың кемесіне жармасып, кіріп кетуге әрекет қылуда. Кеме су бетіне шыққанда Ной да кеме қақпасын ашып ішке кірді. Ал қанқұмар патша балтамен кемені тесіп ішке енді. Патшаны хам көріп қойды. Алайда әкесіне өкпелі жігіт патшаны ұстап беруден бас тартты. Ной өз отбасын жинады. Оларды жануарларды аман-есен жерге орналастырған соң, өздерінің өлуге тиіс екендіктерін айтты. Яғни адамзат ұрпағы жалғаспау керек. Жер беті адамдарсыз, қауіпсіз. Жанұядан тек Альфред қана аман қалмақ. Мұның барлығын Ной отбасына әдемілеп түсіндіріп берді. Бірақ хам мұны қаламайды. Сондықтан жігіт патшамен бірігіп алды. Оны жайлы жерге жайғастырып әңгімелесіп жүрді. Ила өзінің ауырғанын сезінді. Кейін Ситтің анасымен кездесіп, өзінің аяғы ауыр екендігін білді. Қыздың бұл хабардан жүрегі жарылардай қуанады. Осындай керемет жаңалықты отбасы әке Ноймен бөлісуге келгенде ол қуанбады. Ной ашуланды. Сонда анасы Нойдың атасына барып өтініш айтқанын мойындайды. Қатты ашуланған Ной кеме үстіне шығып, мұны жаратқанның бұйырғанына қарсы деп санап, айқайға басты. Кейін жанұясының басын жиып өз шешімін шығарды. Егер ұл туса, ол Альфредтің орнына басып, жер бетіндегі соңғы адам болады. Егер қыз болса, ол өледі. Сит мұны естіп ашуланды, алайда Ной бұл ойыннан айнымақ емес. Ол өз шешімін нақты айтты. Арада айлар өткенде Иланың ай күні жақындады. Ал кемедегілер құрғақ жерді табумен әлек. Өйткені кемедегі азық қоры азайып бара жатқан еді. Күн сайын құс ұшырып, жер іздеуге жіберіп тұрды. Әлі де болсын Нойдың шешімін өзгертуден үміттенген ана онымен қайта сөйлесті. Дегенмен күйеуінің жаратқанның шешіміне қарсы дегеннен басқа ешқандай нәрсе айтпады. Сит пен Ила балаларының амандығы үшін кемеден алдын ала қайықпен жүзіп кетуді ойлады. Олардың жоспарларына анасы да қосылып, екі жасты қайықпен қашуға көмектесуді шешті. Қайық дайын болып, жастар кетуге дайындалып тұрғанда, Ной бұларға қарсы тұрып, қайықты өртеп жібереді. Осы сәтте Иланың да толғағы басталды. Қызды анасы жетектеп шатырға алып кетсе, шатыр сыртын Сит қарауылдап тұрып алды. Ол ұл туылса да, қыз туылса да әкесіне өлтіртпеймін деп шешкен еді. Хам мен патша болса Нойды өлтірудің жоспарына кірісті. Нойды хам шақырып, төменде жануарлар бірін-бірін жеп жатыр дейді. Әкесін алдап әкелгенде тұтқиылдан патша шабуылдайды. Сонда екеуінің арасында айқас басталды. Шатырдағы жағдайға келсек, Ила екі егіз босанды. Мұны көріп, қуаныштары төбелеріне жетіп тұрса да, Ной өлтіретін болды деп жылаған еді. Кенет кеме жартасқа соғылды. Осының әсерінен патша кеме қабырғасына ұрынды. Шарасы жатқан патшаны Ной өлтіргелі жатқанда Сит келіп, Нойға атылады. Жігіт қыздарымды өлтіріп тастайды деп қорқып кеткен еді. Осы орайда патша қайта Нойға жармасып, оны жығып құлатты. Шын жаудың кім екенін осы сәтте ғана түсінген хам сырттан келіп пышағын патшаға соғып қалады. Кемедегі жау өлді, бірақ Нойдың мәселесі әлі шешілмеді. Ол шатырға келсе, Ила жоқ. Ал әйелі егіз қыз туылғанын айтып, аяушылық сұрайды. Баланың жылаған даусына қарап, Ной Иланы кеме төбесінен тауып алды. Екі нәрестесін құшағына қысқан Ила жыламсырап тұрып, олар жылауда тынышталдыруға уақыт берші дейді. Ной келісті. Сонда Ила Нойдың кезінде өзіне айтқан бесік жырын егіздеріне айтып береді. Бұл ән Нойдың жүрегін жібітті. Балаларды қарап тұрып тек мейірімділік сезген Ной өлтірусінен бас тартты. Бірер күннен соң шағала құс құрғақ жердің бар екендігі жайлы хабар әкелді. Кейін кадр жағажайдағы жалғыз өмір сүріп жүрген Нойға ауысты. Ол өзін жаратқанның алдында өзін кінәлі сезінгендіктен осындайға барып жүр. Ал керемет табиғат аясында Сит пен анасы және жанұясы орналасқан. Бұлардың ішінде бақытсызы хам еді. Өзін жалғыз сезінген жігіт ақыр аяғында кетуді шешті. Ила оны алып қалуға тырысса да жігіттің ақтық шешімі осы еді. Кейін Ила Ноймен жолықты. Оның еш кінәсі жоқтығын жаратқанның Нойға таңдаулы іс бергенде, Нойдың еркіне шешім қабылдауды да бергені анық екендігін алдыға тартты. Яғни адамзаттың не тірі, не өлетіндігін Ной қабылдауға тиіс болды. Осыдан соң Ной отбасына қайта оралды. Соңғы кадрда Ной өзінің әулетін жиып, өсиетін ұрпақтарына айтады. Осылайша бүгінгі видео соңына жетті достар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше аман сау болайық.